Это у нас РДЦ. Короче, мы входим осы РДЦ-дің арқылы кіреміз да. И ары қарай стационарға қарай барып, сол жақта шкафчиктерімізді киінеміз. Наш кабинет, біздің кабинет. Бізде так медсестра отырады, дәрігер отырады. Анда мен отырам. Ашқа пациенттер отырады. Қазір осы кітапты оқып жатырмын. Плюс басқа да заттармен айналысып жатырмын. Және біздің клиникадан кабинеттегі көрініс. Мына жақтан кіреміз біз. Мына жақта аллерген пробовать. Мына жақта процедура. Идем в стационар. Стационарға барып көреміз балаларды. Осындай кабинет. Осы жерде біздерде стационарлық бөлмелерді жазып тұрамыз. Стационардағы пациент. Оның жағдайы өте ауыр болды. Негізі диагнозы овинда, яғни бірақта негізінен оның аутоиммундық ауруы бірінші кезекте болып тұрды. Сондықтан да оны көптеген дәрігерлер бірге қарастырып жатыр. Ол кішкентай қыз стационарда жатыр, және стационарда оған ревматологтар және біз көмек беріп жатырмыз. Оған, яғни кәдімгі адамның антиденесі немесе антитела деп айтады, иммуноглобулиндерді енгізеді. Сондықтан ол біздің қарауында болады. Келесі кезекте біз осындай аллергопробалар жасаймыз, яғни тісті бірінші жұлдырмас бұрын осылай аллергиялық фонды анықтап алу керек. Бізде қандай диагноздар болды? Кеше бізде атопический дерматит болды, яғни кішкентай қызды, 1 жастағы қызды, ол жерде бір аяғында, яғни дерматит болды да, екі аяғында да дерматит бар, бірақтан бір аяғында кетпейтін дерматит. Лишайға, розовый лишайға ұқсаған, дерматологқа барған, нефрологқа барған, нефрологта екі бүйрегі кішкентай деп айтқан, ал дерматолог оған, яғни атопический дерматит, атопиялық дерматитті қойған. Осылайша ол біздің приемға келді. Шынында да атопиялық дерматит. Короче, обед ішіп жатыр. Ендігі кезекте біз кішкентай балаға спирографияны жасадық. Келесі үшінші пациент, ең қызықты деген пациенттермен бөлісіп жатырмын. Ол негізінен пневмониямен әр жыл сайын өте көп ауырады. Және сол бойынша госпитализация болған көп больницаларда. Сондықтан ол не үшін ауырып жатқанын білмей, одышка, ентігу не үшін болатынын білмегендіктен келді. Ол пульмикортпен беридуалды екеуінің қосындысын алады, бірақтан эффектісі болмаған. Сондықтан келді, бірақтан оның аллергофоны өте жоғары болды. Әсіресе эзонофильный катионный белок өте жоғары. Ол дегеніміз бронхиальный астманы қоя беретіндей диагнозы бар деген сөз. Ол бар, және сонымен қатар оның соясы өте жоғары болған, 60-қа дейін жоғарылаған. Яғни пневмония ода қайталамалы түрде қайтадан болған деген сөз. Және эзонофильный катионный белок дегеніміз сонымен қатар пневмонияның да, яғни процесс воспаленияның да болып жатқанын түсіндіреді екен. Яғни осы арқылы біз оның бастапқы ауруын емдейміз. Негізінен пневмония, одан кейін өзінің ауруы бронхиальный астма.
негізгі диагноздар бойынша осы. Енді келесі нәрсе ол спирография жасадым. Аллергодиагностика күнде жасалады. Оны да осы блогта бөліскен болатынмын. Негізі қызықты больницада жүрген кезде, яғни бізде стационарда бар, поликлиникада бар, екеуінің арасында жүре береміз. Бүгінгі күнімде екі жақта да жүрдім, стационарда да және поликлиникада да. Стационарда бізде, яғни егер де қызықты жағдай болып жатса, бізді барлығымызды шақырады. Және кез келген процедура болсын, жаңадан мысалы алдында жасаған ботовая пробаны жасаған едік. Ботовая пробаны жасаған кезде барлығымызды, резиденттердің барлығын шақырды. Осылайша біз жаңа заттарды үйреніп жүреміз. Маған өте қатты ұнап жатыр. Все, закончили прием. Прием бітті, енді қайтып бара жатырмын.